Тарихи төркіні Африкадан басталатын түйеқұс бүгінде қазақтың жерінде де өсіріліп бағылуда. 20 миллион жыл бұрын түйеқұстар Испанияның батысы мен Жерорта теңізі жағалауы және Қытай қорғанына дейін жеткен екен. Ал 1 миллион жыл бұрын түйеқұс түрлері Африкаға келінген. Елімізде оңды істі бастауға бел буған фермерлер де жоқ емес. Ылғалдылықпен жылы жаққа үйренген құсқа Қазақстанның климаты алғашқыда қолды болғанымен, отандық фермерлер оның бабын дер кезінде тапқан. Өйткені республикамызда түйеқұс өсіріп, оны дамытуға үлкен мүмкіндік бар. Қазақстандықтар үшін таңсық бұл тағам түрін 10 жылдан бері қарай Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданындағы фауна фермерлік шаруашылығы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өндіріп отыр. Бельгия, Голландия, Франция. Биылғы жылдың 8 мамырында 10 жылдығын атап өттік. 2001 жылы Бельгия, Голландия елдерінің Қазақстанға алғаш рет 440 түйеқұсты алып келді. Біразы шығынға ұшырап, одан қалғаны сатылып, таратылғаннан кейінгі қазірде қолда қалған түйеқұсты бағып өсіріп отырмыз. Әрине, бастапқы кездері өте қатты қиналдық. Түйеқұс 5 жылда бір рет балапан басып шығарады. Аталмыш фермерлік шаруашылық алғашқылардың бірі болып көпшілікке таныстық түйеқұсты алып келді. Фермадағы түйеқұстарға негізінен шөп, жүгері, бидай және соя ұны қоспаларынан тұратын көже беріледі. Көжеге бор мен кальций қосылады екен. Бұл құстың тез өсіп жетілуіне үлкен көмек дейді мамандар. Бір түйеқұс күніне 15 литрге дейін сүт ішетін көрінеді. Страусы вообще травоядный. Вот в корме у них түйеқұстар шөптесін тамақты өте қатты жақсы көреді. Бір тамақ бергенде 2,5 келіге дейін азық беріледі. Әрқайсысы күніне 15 литр су ішеді. Одан өзге асқабақ, сәбіз және қызылша беріп отырамыз. Түйеқұстың бойы 3 метрге дейін жетеді, ал жұмыртқасы 2 келіге дейін барады. 130, полный рост страуса около 3 метров, 2,85. Түйеқұстарға қажетті азықты өздері өсіріп дайындайды. Жалпы жер көлемі 120 гектар фермада бүгінде 6 адам жұмыс істейді. Бірақ науқан басталған кезде қосымша жұмысшы қол жалдайды екен. Фермаға түйеқұстарды қызықтап келушілер күнделікті үзілмейді. Тіптен кейде демалыс күндері 600-ге дейін тамашалаушылар келеді екен. Бұл да бір кіріс көзі. Ересектерге кіру бағасы 200 теңгеден, жастарға 100 теңгеден билет сатылады. Ну, мы вообще в первый раз приехали на эту ферму страусиную. Сами мы с Актюбинска приехали погостить в гости к друзьям в Алмату. И, конечно, наша большая... Бұл фермаға біз бірінші рет келіп отырмыз. Ақтөбе қаласынан боламыз. Алматыға достарымызға қонаққа келгенбіз. Әрине, осында келіп өз-өзімізбен түйеқұстарды көріп, суретке түсіріп алуға деген ынтамыз жоғары болды. Бұған дейін түйеқұстың жұмыртқасымен, құстармен түскен суреттерді тек құрбымнан ғана көрген болатынмын. Содан кейін бе осында арнайы келіп өз көзімен көру арман болды. Жол алыс болғанмен, бірақ келгенімізге өкінбейміз. Міне бір түйеқұс менің қолымды шұқып та үлгерді. Әрине, кішкене ашып тұр, бірақ өте қызық. Осы фермаға жол түскеніне қатты қуанып тұрмын. Құс өте көп. Бұрындар тек теледидар арқылы ғана көрсем, енді қандай үлкен, әрі керемет құс екеніне куә болып тұрмын. Өте күшті, көздері үлкен, кірпіктері ұзын-ұзын, бір сөзбен айтқанда бәрі де өзінше сұлу. Бұлай бір қарағанда бәрі бір-біріне ұқсайтын сияқты, бірақ әрқайсының өзіне тән мінезі бар. Маған өте қатты әсер қалдырды. Но даже вот как люди все-таки лицами они отличаются. Вот у каждого свой характер, у кого-то брови такие более нахмуренные, у кого-то вот более такие открытые, ясные глаза. Ну, вообще здорово, мне очень понравилось. Ересек түйеқұстардың салмағы 160 келіге дейін жетеді. Біз көрген балапан деп саналатын түйеқұстардың өздері осы мөлшерге жете қабыл. Балапандар тәулігіне жарты келі салмақ қосып, 10 айлығында 100 келіге жетеді. Жұмыртқа 40 күнде балапанға айналады. Инкубатор балапандарды шығару процесінде температура мен ылғалдылықтың қажетті деңгейін қамтамасыз етеді. Ол ауа алмасуын және салынған жұмыртқалардың бір қалыпта аударылуын қамтамасыз етеді. Бұл факторлардың барлығы балапандардың сапа көрсеткіштеріне әсер етеді. 2 жасқа толғанда түйеқұс саналып, жұмыртқалай бастайды. Фермадағы түйеқұстар негізінен сәуір мен қазан айында жұмыртқалайды екен.
Вот это яйцо, это кило 150. Түйеқұс жұмыртқасы 2 келіге дейін барады. Бір түйеқұс жұмыртқасымен кемінде 10-15 адамды тамақтандыруға болады. Бір жұмыртқасы 35-40 тауық жұмыртқасына тең. Егер 1 келі 200 граммнан артық болса, біз бірден бастыруға береміз. 42 күн инкубаторда жатады. 5 жылдан бері жергілікті түйеқұс өсірілуде. Бывает, конечно. Түйеқұс 70-80 жыл өмір сүріп, соның 30-40 жылында өнім береді. Тірі салмағының 60% еттен тұратын түйеқұс батыс елдерінің мейрамханаларында диеталық тағам ретінде үлкен сұранысқа ие. Жалпы адам денсаулығына тигізер пайдасы мол. Түрлі аурулардан алдын алуға көмек. Со своей компанией. Астанадағы Эверест қонақ үйіне 20 шақты түйеқұс және Шымкент қаласындағы бір кәсіпкерге 19 түйеқұс апарып бердік. Түйеқұстың еті ем ретінде пайдалы. Әсіресе қан қысымы және қан диабетімен ауыратындар үшін мыңда бір ем. Қазақстанда түйеқұс өсіруді кеңейтіп, оны дамытуға үлкен мүмкіндік барын жасыруға болмайды. Басын құмға тығып қойып, өзіне төнген қауіп-қатерді елемеуге тырысатын түйеқұстың әдеті көпшілікке тәнті көрінгенмен үлкен қамқорлықты қажет етеді. Жауын шауып күн суыған кезде олар 6-5 градус жылы орынға көшіріледі. Негізінен аяздан көрі желден қорғау керек дейді мамандар. Өз дене температурасы 42 градус болады. Түйеқұсты Қазақстанда жерсіндіру тәжірибесіне сүйене отырып, олардың аяздан көрі желден қорғау қажеттігін байқадым. Оны ұстаудың балын таба білген адамға түйеқұсты қолға ұстап өсіруге болады. Фауна фермасынан өрбіген түйеқұстарды бүгінде Қазақстанның бір қатар Қарағанды, Жезқазған, Өскемен, Шымкент, Талдықорған қалаларында өсіріліп жатқан аймақтарынан кездестіруге болады. Өнімдерінің өзі үлкен табыс әкеледі. Владимир Чайковский көрші қалалардағы фермерлерге барып, оларға өз кеңесін беріп, тәжірибесімен де бөлісіп отырады екен. Бүгінде аталмыш шаруашылықтағы түйеқұс етіне деген сұраныс өте жоғары дейді фермер. Елімізде құс етінің бір келісі $14 тұрса, ал Германияда $32 құрайды екен. Таза еті 20, майы $7 болады. Оның аталығының еті 100 келіге дейін жетеді. Сенбі жексенбі күндері келгендерге осы жерде түйеқұс етінен қалауынша тамақ әзірлеп береміз. Сондай қызыққандар болса, түйеқұс қауырсының бір тауын 1000 теңгеден сатып ала алады. Түйеқұс қауырсыны орта ғасырда Европа нарығында пайда болған екен. Әлі күнге дейін бас киімге, сахналық костюмдерге пайдалануда үлкен сұранысқа ие. Ал оның терісінің беріктігі мен сапасы піл мен қолтырауының терілеріне пара-пар болмаса кем түспейді. Оны күртеше, ақ киім аптауға, басқа да сәндік бұйымдарды жасауға пайдаланады. Сондай-ақ сағатына 60-70 шақырымды жүгіріп өтетін түйеқұс Құс атаулының ішіндегі ең жылдам болып табылады. Фермерлік шаруашылықтағы қара түйеқұстары еркегі, ал сұр түстілері аналығы болып саналады. Қара африкалық түйеқұстар бүгінде әлемнің 50 елінде өсіріледі. Ол еліміздің климаттық жағдайына төзімді әрі жақсы өседі. Вот тогда появилась такая мысль. Бұл құстар елімізге, климатымызға көп уақыт өтпей-ақ үйрене кетті. Әрине бастапқы кезде бәрі де қиын болады. Кейін уақыт бізге тапсырылған жоспарды ойдағыдай орындап шықтық. Америка оңтүстік Африкаға түйеқұс 1882 жылы келінген екен. Негізінен түйеқұс құс қауырсынына деген сұраныс үлкен болғандықтан өсірілген. Ал Қазақстанда түйеқұс шаруашылығы енді дами түсуінен көбінесе қолданбалы шаруашылық түріне жатқызылады. Сондықтан үкімет тарапынан құс шаруашылығын дамытуға субсидиялар тағайындалған. Еңбекшазақ ауданы бойынша 300 мыңға тарта ауыл тұрғындары тұрады. 15 мыңнан астам ауыл шаруашылығы құрылымдары жұмыс істейді. Биылғы жылы аудан бойынша 84.094 гектар жерге ауыл шаруашылығы дақылдары орналасты. Оның ішінде 20.890 гектар
дәндік жүгері, оның кейін 5226 гектар картоп, 2275 гектар майлы дақылдар, оның ішінде Қытай бұршақ 8500 гектарды алады. Бұл басым дақылдар үшін үкімет тарапынан 124 миллион көлемінде субсидия төлеу жоспарланған. Қазіргі кезде 66 миллион теңгенің субсидиясы шаруа қожалықтарының басшылары құжаттарын өткізуде. 167 миллион теңгенің тұқым шаруашылығына және жаңа бақ салу істеріне 67 миллион теңге бөлінген. Оның барлығы құжаттары түгел өткізіліп, облысқа ақшасы күтілуде. Енді осы жақын маңда әр шаруашылық басшыларына жаңа ақшаның шоттарына ақша түседі деген ойдамыз. Ал басқа да үкімет тарапынан мал шаруашылық өнімдеріне, жұмыртқа, ас тұқымды шаруашылықтарға және етке үкімет тарапынан субсидия бөлінуде. Оны енді қазір шаруашылықтар алуда, мынау атап айтқанда Шелек өңірінде Мышака шаруа қожалығы, оның кейін Мага шаруа қожалығы ет өнімдеріне жылды сайын субсидия алуда. Оның жұмыртқаға мынау Камилла деген шаруа қожалық субсидия алуда мал өнімдерінен. Басқа да шаруашылықтар, жаңа асыл тұқымды шаруашылықтар өнім алуда. Осында үкімет тарапынан көптеген үкімет тарапынан көмек көрсетілуде. Оған айта кететін жағдай, тағы биылға субсидия, егін суға субсидия берілуде. Оған енді 34 миллион қарастырылған, кәрі құжаттары дайындалуда. Сондай көптеген үкімет тарапынан жұмыстар көмек жүргізілуде. Түйеқұстың әлемдік түрлері 1,5 миллионды құрайды. 90%-дан көбі қазіргі кезде ферма, хайуанаттар бағында тіршілік етсе, ал қалған бірнеше пайызы бостандықта екен. Африкада түйеқұс өсірумен көбінде оңтүстік Африка айналысады. Ол жақта 500-ге жуық ферма, 100 мыңға жақын ересек түйеқұс бар деп есептелген. Қазақстанда тұңғыш рет түйеқұс шаруашылығын ұйымдастырып, 10 жылдан астам уақыт бойы осы құсты жерсіндіріп, бағып қағып келе жатқан фауна фермерлік шаруашылығын әлде болса жоспары асқақ.